Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Жәнібек және Доптеп арнасы. Қазіргі таңдағы аты әлемге әйгілі футболшылардың біразы жасөспірім шағында бақ өкілдерінің көзіне ілініп үлгерген. Ал бүгін біз сіздердің назарларыңызға кішкентай Неймар, Де Брюйне, Рамос, Мбаппе және жасындай жарқылдаған Ван Дейк, Месси, Златан Ибрагимович сынды футболшылардың алғашқы сұхбаттарын көрсететін боламыз. Арнаға міндетті түрде жазылып, лайк қоюды ұмытып кетпеңіз. Ендеше кеттік. Алдыңғы маусымдағы ойындардың бірінде мен жарақат алып қалдым алғашқы минуттарда. Қазір мен командаға оралдым және өте қуаныштымын. Бүгін біз жеңіске жеттік. Эспаньол секілді азулы қарсыласты жеңу біз үшін үлкен жетістік. Мен 5 гол соғып үлгердім. Осы қалыптан таймай керемет ойнауды жалғастыра беретіме кәміл сенемін. Менің балалық шағым басқалардікі секілді өте қарапайым өтті. Қарапайым өмір, қарапайым отбасы. Маған ата-анам көп еңбектену керектігі туралы үнемі айтып отыратын. Қолымнан келгеннің барлығын көрсетіп, жақындарыма қол ұшын созу бұл мен үшін үлкен мотивация. Мен өмір бойы кәсіпқой футболшы болуды армандап келемін. 15 жаста болғанымда маған Бразилия жастарының ұлттық құрамасына шақырту келіп түсті. Дәл сол сәтте мен кәсіпқой футболда қалайда өнер көрсетемін деп шешім қабылдадым. Қара нәсілділер мен арабтар ғана үздік футболшы атанатын. Алайда кейбір футболшылар бұл ережені бұзды. Мысалы, Мишель Платини. Сенің атың кім? Неймар. Сен нешедесің, Неймар? Мен 12-демін. Мен сенің Робиньомен түскен фотосуретіңді көріп тұрмын. Иә, бұл қашан болды? Осыдан 1 жыл бұрын, 2003 жылы. Сонда бұл қалай болды? Неге ол сенімен кездескісі келді? Ол менімен таныспақ болды. Неге ол сенімен таныспақ болды? Өйткені ол көп адамдардан менің ойын стилім оныңкіне ұқсайтынымды естіген. Бұл саған ұнады ма? Иә, әрине. Ал ол саған не деді? Ол маған әрі қарай жаттығып дайындалып оқи берсең бір күні көздегеніңе жетесің деді. Егер болашақта танымал футболшы атанып көп ақша тапсаң, оны қайда жұмсар едің? Мен ата-анама көмектесемін және отбасыма. Ал өзіңе ше, өзіңе не сатып алар едің? Тіпті білмеймін. Сенде трофейлер мен медальдар бар, солай ма? Иә, оларды көрсете аласың ба? Айтшы, бұл жетістік сен үшін қаншалықты маңызды? Бұл награданың мен үшін маңызды болған себебі, өйткені бұл награданы тек Сантос сапында Робиньо ғана алған. Бұл кіші футболда берілетін алтын бутса. Сонда сен бұны жарыста жеңіп алдың ба? Иә, мен ең үздік болдым. Жылдың үздік ойыншысы ма? Иә. Ал бұл қашан болды? 2002 жылы. Сонда сен 2002 жылдың кіші футболдан үздік ойыншысың, және Сантос клубында бұл награда сенде және Робиньода бар, дұрыс па? Дәл солай. Тағы қандай жетістіктерің сен үшін өте маңызды. Бұдан басқа менде үздік сүрмерген деген секілді наградалар өте көп. Яғни бұл сенің көп гол соққаның үшін берілетін трофей? Иә, міне біреуі, міне тағы біреуі. Осы жылы да мен үздік атандым. Үздік сүрмерген, тағы да үздік сүрмерген. Айтшы, саған командаластарыңа тапсырма берген ұнай ма? Иә, мен олармен кейде сөйлесемін. Ал сені матч барысында ауыстырып көрді ме? Иә, ондай жағдайларда болған. Ал сен бұған ашуландың ба? Жоқ, мен ашуланбадым. Мүмкін сен қосалқы құрамға ауыстырғаны үшін ашуланып жедеңді жерге лақтыру секілді іс-әрекеттер жасаған шығарсың. Жоқ, жарайды. Ал сені командадан қуып көрді ме? Иә, не үшін? Мен бір баламен төбелескенмін. Шынымен бе? Иә. Бұл тек бір рет болған жағдай ма? Иә, бұл тек бір рет болған. Менің сүйікті командам ол Ливерпуль. Мен Ливерпульда ойнағым келеді.
Бүгін біз керемет ойын көрсеттік. Гент командасы да әрине жақсы ойнады. Оларды ұту бізге қиынға соқты. Бірақ біз көп гол салдық. Мен ойда жоқта пайда болған жамын. Өте тез уақытта Мальменің негізгі құрамына іліктім. Мен негізгі құрамда ойнаған кезде біз командамен өз жолымызды құрадық. Одан кейін мені Ajax командасы сатып алды. Бақанды 7,8 миллион еуроға. Және бар болғаны бір жылдың ішінде біз Нидерланды чемпионы атандық. Бұл есте қаларлықтай маусым болды ма? Әрине, бұл маусымда біз көп нәрсеге қол жеткіздік. Айтшы, сен осы жетістіктерге жеткеннен кейін өміріңде бір өзгеріс болғанын байқадың ба? Жоқ, мен 2 жыл бұрын қандай Златан болдым, қазір де дәл солай. Тек шамалы есейгенім болмаса. Сен үнемі осылай жауап беріп пе едің? Үнемі осылай жауап беруші едім, тіпті қазірде. Алайда сенің мансаптық статусың өзгерді ғой. Білесің бе, Ajax-қа ауысып көп ақша тапқаннан сенің өмірің еш өзгермейді. Мен ешкімнен артық емеспін. Ajax-қа 8 миллионға сатты екен деп менсіп кетуге мүлдем болмайды. Басқалар қандай, мен де дәл сондаймын. Біздің бүгінгі басты мақсатымыз жеңіске жетуі. Ал ұтылып қалсаңдар ештеңе етпейді ғой, солай ма? Ал сенің жасың нешеде? Мен 12-демін. Нешінші сыныпта оқисың? 6-шы. Біз сені 7-ші немесе 8-ші сыныпта оқиды деп ойласақ? Жоқ, мен 6-шы сыныпта оқимын. Жарайды, шатасып кетіппіз. Айтшы, сен болашақта Севильяда ойнайсың ба? Әрине, мен Севильяда ойнаймын. Қазір жазғы оқу-жаттығу жиындары өтуде, сен клубқа үйреністің бе? Барлығы жақсы, мен Селтикке жақындаған ауыстым және мен осында ойнағаныма бақыттымын. Ойыншылар мені жылы қарсы алды және мен біздің алғашқы ойынымызды тағатсыздана күтудемін. Маусым алдындағы дайындық жұмыстары туралы не айтасың? Жаңа маусымға толық дайынсың ба? Күн өткен сайын мен өзімді керемет сезінудемін. Бізде алдағы 2 аптада 4 ойын бар. Осы кездесулерден кейін ғана мен нақты жауап бере аламын. Осы маусымда Селтик Чемпиондар лигасында өнер көрсетеді. Бұл сенің командаға ауысудағы басты себебің бе? Әрине, Чемпиондар лигасында ойнау менің қол жетпес армандарымның бірі. Бірақ жаңа айтып өткенімдей, дәл қазіргі сәтте мен үшін маңыздысы алғашқы ойын. Достар, осымен видео өз соңына жетті. Міндетті түрде Доптеп арнасына тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп кетеміз. Сіздермен бірге болған мен Жәнібек, келесі кездескенше.